Дау шарда тіленші биден жеңіле берген қуандық, сүйіндік елі тіленшіні шақыртып алдырады. Тіленші би келіп кірген үйге Жәнібек би басын біреуге салып, аяғын біреуге сипатып жатыр екен. Кіріп келген тіленші биге көре тұра қарамапты. Көрмеген болып жата беріпті. Тіленшінің жас албырт кез екен, ол да андаусыз түрде: «О, тәйірі, басын біреуге, бөксесін біреуге артып жатқан бұлғай кісі!» депті. Сонда Жәнібек би басын көтеріп: «Әй, мынау қай ұл?» дейді. Жәнібектің қасындағылардың бірі: «Бекболат бидің баласы Тіленші би ғой» депті. Тіленші тоқалдан туғандықтан Жәнібек би осыны тіленшіге ілігетпек болып: «Ата көрген оқ жонар, ана көрген том пішер. Әй тіленші, көргеніңді айтшы!»